Астынан белгілейікші бірінші. Астынан 2 клетка белгілейміз міне. Дұрыс па? Төбесімен қосамыз. Көрдік па? Енді үстіне 2 клетка бұлай белгілейміз, қосамыз. Өте көрнекі түрде не шықты? Параллелограмм шықты. Қалғандарын есе салсақ болады, өшіре салсақ болады. Сендер параллелограммның қабырғаларын саламай кетесіңдер ғой, соған мен сендерге айтып жатырмын. Салу есептерінің мақсаты кез келген фигураны элементтері бойынша дұрыс сала білу. Қараймыз. Параллелограммның элементтерін айтайықшы. Қарама-қарсы қабырғалар параллель етіп салу керек, және табандарын параллель етіп салу керек. Және оларда не бар? Диагональ бар. Диагональдар қиылысу бар. Оның О нүктесі бар. Талдау деген осы. Қараңдаршы, талдадық. Одан кейін несі бар? Екінші кезеңі. Салдық. Дәлелдеу. Дәлелдеу деген сөз, мысалы, А, Д мен параллель В, С. А, В мен параллель, Д, С. Дұрыс па? А, В мен Д, С параллель. Дәлелдедік. Соңында зерттеу жүргізе отырсақ, оның өзі қиылысу, диагональдар арқылы қиылысқан кезде, олар қалай қиылысады? Қалай қиылысады? О нүктесінде қиылысады. Яғни, диагональдар қайсы? Диагональдар қайсы? Айтамыз. А, С, Д, В қиылысады. Қандай нүктеде? О нүктеде. Яғни, осының бәрін талдай отырып, сала отырып, дәлелдей отырып, зерттеу жүргізе аласыңдар деп. Бізде геометрияда көп жағдайда дұрыс сала білсек, есептің шығару жолы да оңайланады. Дұрыс салсаңдар, элементтер. Мысалы, сендерге біреу, енді мына жандағы үшбұрыш пен төбесіндегі үшбұрыш жоқ. Қай параллелограмм пайда болды? А, В, С, Д1. А енді астындағы екі үшбұрыш жоқ болды. Не пайда болды? Екі үшбұрыш жоқ. А, Д2. Қандай төртбұрыш? Параллелограмм ба? Төртбұрыш па? Шаршы ма? Ромб па? Ромб па? Ромб болу үшін барлық қабырғасы